Армысыздар, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай сіздердің? Менің көңіл күйім керемет, тамаша. 14 қараша Джо Диспензаның таусылмайтын оязлықтарымен бөлісемін. Джо Диспензаны білесіздер ғой? Апатқа ұшырап, өзінің омыртқаларын өзі жазып алған, қазіргі таңда әлемнің түкпір-түкпірінен миллиондаған адамдарды жинап, ғалымдармен бірдей өзінің білімін беріп жатырған адам. Сіз ешкім және ештеңе болмайсыз. Және орны жоқ, уақыты жоқ. Сыртқы тітіркенушілердің барлығынан назарыңызды бұрып әкелесіз. Өзіңіздің ақылыңызға, ішіңізден, жан жағыңыздан ақылыңыздың кеңістігімен бірдей болып тұрып алған. Және бетімізбен өзімізге өзіміз қараймыз. Өзіміздің түсінігімізбен бірге бір қаламыз. Әрқашан өзімізбен бірге. Айнаға тіке өзімізге өзіміз қарап тұрғандай, қашан біз өзіміздің өткір түсінігімізбен біргеміз, дәл осы сәтте біздің өткір түсінігіміз өзімізге жауап беретін болады. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Осы Джо Диспензаның білімдерін оқып, тыңдап, қарап, естіп, және өзімнің өмірімде қолданып жатырмын. Сіздерге де жеткізе алдым деп ойлаймын. Осылай өзімізбен өзіміз сыртқы тітіркенушілерден, байланыстардан бұрып әкеліп, өзімізбен өзіміз қалып, әрқашан өзіміздің өткір түсініктерімізге келген кезде, біз өзімізді табады екенбіз. Бізге ештеңе қиын болмайды екен. Өзімізді өзіміз жазып алатын, өзіміздің өзіміз өміріміз жасайтын, көңіл күйімізді жасайтын, айтуға ерінбеймін күнделікті. Өзіміз екен күнделікті түсіндіріп отырады осы Джо Диспенза. Еңбектеріне қараңыздар, оқыңыздар. Кеңес беремін осы Джо Диспензаның білімдеріне қарауға. Кішкене қиындау, басты жұмыс жасату керек болады әрине. Бірақ қайта-қайта оқысаңыздар, өте түсінікті, өте қарапайым. Ой мен эмоцияны басқарған жасампаз жанның бүгінгі күніңізге сәттілік тілеймін. Күндеріңізге сәттілік. Өмірлеріңізді, көңіл күйіңізді жасайтын тек қана өзіңіз, басқа ешкім емес.